Достар, бүгін мен Нұржан ағамның спорт кешенінің ашылу салтанатындамын. Осы жылда ақпанда мен сізге спорт кешенінің салыну туралы түсірілім жасаған болатынмын. Енді бүгін мен ашылу салтанаты және осы спорт кешен туралы ақпарат беретін боламын. Жеке азаматтардың, демеушілердің үлесі. Сондықтан осы спорт кешенін, жақсы спорт кешенін Рахат ауылында салып, өзінің қаржысын, өзінің көңілін жұмсаған Нұржан бауырымызға мыңда бір алғыс айтамыз. Болашақ спортшылар шықсын. Жаңаөзеннің, Маңғыстаудың, қазақ елінің атын әлемге танытатын. Және осында алғысымды осында менің әкем және анам бар. Сол кісілер мені өсіріп, тәрбиелеген сол кісілердің тәрбиесі деп біліңіздер, сол кісілердің еңбегі деп. Алғыс айтам барлығыңызға. Осы жақта күрес болып жатыр. Достар, Жаңаөзен қаласындағы Нұржан ағамның жақсы атты спорт кешенінің ашылу салтанатына біздің еліміздің мақтанышы, Қазақстан барысы 2010 күресінің жеңімпазы Руслан Әбдіразақов ағам келген. Сол ағаммен бүгін маған сұхбат бұйырып тұр. Ал танысып қойыңыздар. Сәлем бердік аға, қош келдіңіз ауылымызға. Сәлем, рахмет, жақсы. Аға, менің сізге қояр сұрақтарым бар. Сол сұрақтарымен осы көрермендермен бөлісейік. Руслан аға, Нұржан ағам сізді спорт кешенінің ашылуына шақырған кезде қандай сезімде болдыңыз? Енді біріншіден мынандай үлкен спорт кешені ашылып жатыр. Сол кезде маған осы Нұржан бауырымыздың бауырлары звондап, Жаңаөзен қаласында үлкен спорт кешені ашылып жатыр. Соның ашылуына қонақ болып келіп кетсеңші деді. Сол мені осындай шақырту алып, осындай үлкен спорт кешенінің ашылуына себепкер, сондай бір қуанышпен шыны керек келіп, осы спортқа дейтін жанашыр бауырларымыз көп екендігіндей бір үлкен қуанышпен келдім. Аға, осы спорт кешенге қандай баға бересіз? Сіз өзіңіз талай спорт кешендерге барып жүрдіңіз. Сіз өзіңіз баға бере аласыз ба?
Енді әрине біз жан-жақта жарыстарда боламыз. Бұндай шыны керек, бұндай спорт кешен біраз осы Қазақстан елінде, Қазақстан жерінде шыны керек көп осындай спорт кешендер жоқ. Өйткені Нұржан бауырымыз сияқты спортқа жанашыр адамдар шыны керек қазір өте аз, бәрі тек қалтасын ғана ойлайтын заман болып кетті. Сондықтан осындай спорт кешенінің ашылуы біз үшін өте бір мақтаныш. Шыны керек қанша спорт кешендерде боламыз, бірақ дәл осындай мына қаншама бокс залы бар, күрес залы бар, еркін күрес залы бар, футбол залы бар, баскетбол, волейбол барлығына арналған спорт кешен. Шын айтсам бір жоғарғы деңгейде салынған спорт кешен. Өйткені әр залдың өзінің душы бар, әжетханалары бар. Ол шыны керек үлкен мақтанышпен ауыз толтырып айтатындай спорт кешен. Қазақстан бойынша көптеген спорт кешендер салынып жатыр. Сұрақ, осы жеке адам салғаны, я болмаса үкімет салынған спорт кешендері ашылып, іске қосылмай қалған спорт кешендер бар ма? Сараптай аласыз ба? Енді шыны керек, мен Қазақстан бойынша көп ондай білмейді екенмін. Үкімет салып жатқан, және жеке кәсіпкерлер салып жатқан, бірақ әрине спорт кешендер бар, бірақ үлкен бір ремонтты қажет ететіндей, бірақ оның бәрі қолға алынып, және де спортқа қазір өздеріңіз білесіздер, үлкен көз салып жатыр. Сондықтан қазіргі спорт кешендердің бәрін менің ойымша іске қосып, және де үлкен деңгейде өзінің ремонттарын жасап, және де жақсы керлер алып, менің ойымша өркендеп жатыр. Ондай жабылып қалған бір спорт кешені шыны керек естімедім. Сіз Қазақстан барысы 2010 жылда жеңімпаз атанған кезде қандай сезімде болдыңыз? Енді шыны керек, мен 2015 жылы екінші орын алғам. Және де 2014 жылы үшінші орын алдым. 2019 жылы үшінші орын алдым. Бірақ әлі жеңіске жете алмай жүрмін. Бірақ дегенмен де ол Қазақстан барысының күресу деген, ол ойлаңыз, үлкен стадионда 13-14 мың адам отырады, соның алдына шығып күресу деген ол өте бір қобалжу, және де өте бір қиын, спортшы үшін қиын жағдай. Сондықтан ол үлкен абырой, үлкен мақтаныш, ол сондай үлкен спортшылардың халықтың алдына шығып күресу деген. Сіз алдағы жоспарларыңыз туралы айтып бере аласыз ба? Мысалға, Қазақстан барысына тағы қатысасыз ба, шетелге барасыз ба деген сияқты? Енді әрине, мен де жаңа айтып отырмын ғой сізге, үшінші орным да бар, екінші орным да бар. Әрине, Қазақстан барысын жеңіп кеткім келеді, және де Қазақстан барысына Аллах қаласа 2020 жылы жеңіске жетем деген ойдамын. Және де қазіргі алдағы жоспарларым 1 желтоқсан күні Алматы қаласында әлем барысы деген турнир өтеді. Және де 15-16 желтоқсан күні Ақтөбе қаласында әлем чемпионаты өтеді. Сол жарыстарға қазір қызу дайындықтамын. Өздеріңіз көргенде бүгін міне жақсы спорт кешенінің ашылуында үлкен түйе-полон жарысы өтті. Сол жерде де өзімнің бағымды сынап, және де әлем барысына, әлем чемпионатына дайындығымды өзім бір тексеріп көргендей болдым. Аға, мен қатарлы жастарға қандай тілегіңіз бар? Енді сіз сияқты кішігірім өзіміздің артымыздан еріп келатқан қарындастарымыз, інілеріміз, бауырларымызға табыс тілеймін. Биік шыңдардан көрінсін. Біздің осы артымыздан ерген бауырларымызға қазақтың мақтанышы болатындай жастар шыға берсін дегім келеді. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, болашақтың балалары өрлей берсін. Руслан аға, сұхбатыңызға рахмет. Мен сізге жетістіктер тілеймін. Әумин, рахмет. Құрметті достар, Жансұлу қарындасымның Instagram, YouTube, Facebook желісіндегі парақшасына жазылып, және де біздің көрерменіміз болып, әр видеоға баға беріп, өздеріңіз пікірлеріңізді қалдырып жүре беріңіздер.